Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге хачапуридің рецептін ұсынамын. Бұл тағам өте тойымды тағам. Таңғы асқа, бестің шайына ұсынуға болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Жұмыртқаға айранымды құямын. Араластырамыз. Тұзымды саламын. Содамды және сұйық майымды құйып араластырамын. Енді ұнымды аз-аздан салып отырып араластырамын. Түйіршік болып қалмауы керек, жақсылап араластырамыз. Тағы да ұнымды саламын. Вилкамды алып тастап, енді қолыммен илеймін. Міне осылай илейміз. Орташа қамыр. Өте қатты, өте жұмсақ емес, орташа. Целлофанный пакетке салып, 20 минутқа қалдырамыз. Целлофанный пакетімізден қамырымызды аламыз. Ұнымды сеуіп, малымды бөліп аламын қазір. Ортасынан бір бөліп, осылай 4-ке бөліп аламын. Енді дөңгелектеп аламыз. Енді осы дөңгелектеп алған күлшелерімізді жаямыз. Енді жайып алған күлшелеріме үккіштен өткізген сырымды саламын. Қамырымыздың жан-жағын осылай біріктіреміз, түйеміз. Қалың болып түйіліп жатса да уайымдамаңыздар. Қазір оны жайғаннан кейін жұп-жұқа болып қалады. Түйілген жерін осы қолымызбен қатты айналдырып бұрап жабамыз. Ең бастысы сыры ағып кетпеуі керек. Сырын көбірек салсаңыздар өте дәмді болады. Осылай бәріне салып, түйіп жан-жағын.
қосып біріктіріп айналдырып орап, қатты бұрап, жауып, жайып шығамыз. Енді үстінен басып осылай оқтаумен жаямыз. Барлығын жайып аламыз. Табамды қыздырып алдым. Астына май жаққан жоқпын. Өйткені түбі жабыспайды. Егер табаларыңыздың түбі жабысатындай болса, кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Бірінші астын қатты қыздырып алып, баяу отқа қоямыз. Бетіне крышкасын жауып, 10 минутқа қалдырамыз. Мінекей пісті. Екінші жағын аударып, пісіріп аламыз. Көмпиіп пісіп шықты. Дайын. Уайымдамаңыздар, ол қазір басылып қалады. Арасында ауасы болғандықтан солай ісіп шықты. Барлығын осылай пісіреміз. Астындағы отын өте баяу қоямыз. Қақпағын жауып, шамамен 5-10 минуттай пісіреміз. Міне пісіп шыққан күлшелерімізді осылай майлап шығамыз. Мендегі май сливичный май. Май жақсаңыздар жұмсарып дәмді болып тұрады. Екінші жағын аударамыз. Қақпағын жауып, крышкасын тағы да пісіреміз. Міне майын ыстық күйінде жағып жатқандықтан еріп жатыр. Өте ыстық күйінде жақсаңыздар, бойына сіңіп, жұмсарып, дәмді болып тұрады. Хачапурийіміз дайын болды. Менде 4-еу шықты. Майы бойына сіңіп, сап-сары болып, дәмді болып тұр. Өте тойымды тағам. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.